Оңбағандар. Бәріңе сәлем қыздар. Бүгін менде Pinduodu'dan распаковка. Pinduodu'дан өте көп заказдарым келді. Соларға распаковка чек жасайық. Ең алдымен ондай коробкалардан бастайық. Бұл менде кірпіктер. Өте жұқа мынандай кірпіктер. Андай не келген? Держатель. Оны шыдай алмай ашып қойдым. Бұл тоже ресницы. Бұл анандай басқаша эффект, аниме эффект қарандар. Мынандай разнообразный образ қылам деп не заказ бергем. Мынандай челка заказ бергем. Мына жерге тұратын. Соған қосып тарақ, невидимка и мынандай PVD салып жүріпті подаркаға. Мынаны енді үтіктеп бірден ету керек қой. Майысып қалған. Вау, это колечки. Разыктер. Посмотрите. Какая красота. Ха-ха-ха. Блин. Қарандар. Дорого богато. Оңбағандар. Мен ондай заказ бермедім ғой. Сәл болмағанда мой шоки болып қаларым еді. Бәсе, мен серебристый заказ берген сияқты едім. Достар, посмотрите. Маған андай мен ойлағам эстетичный заттарды қойып күшті қылып түсірем деп. Сәл болмағанда алдандым деп жыламақшым бар ғой. Мына қарасаңдар. Мен қалаған нәрсе осы. Мен мынандай қам сияқты гүл бергем, эстетичный болып тұрады деп. Соған мынандай ваза алдым, қараңдар. Күшті да? Необычный да? Пластик. Мына біліп тұрмын, шеде монақ болып тұрғанға. Мен мынандай бергем, мынандай бигудилар бергем, қараңдар, шашқа. Шашымды укладка жасаймын. И ішінде осының 6 штук, и 6 штук мынандай заколкасы бар. Ойбай, достар, мен мына үлкен баз десем, кішкентай қой.